Мен ораза жасасам бәрі дұрыс болып кетеді деген. Бізде көбінесе құлшылық былай жасалады. Мен намаз оқимын, есептесеміз. Мен намаз оқып жүрмін ғой, неге мен жолым болмайды? Сондай бір қалыптасты қазіргі уақытта. Мен неге ораза ұстап жүрмін ғой, бәлен жыл ораза ұстадым ғой, Құдай тағала маған неге байлық бермейді деген сияқты. Біздің құлшылықтарымыз ол бар болған Құдайдың алдында шүкіршілігіміз ғана ғой. Құдай бізге берді нығметті, денсаулықты берді, 12 мүшеміз сауығып берді, осы жер бетінің бәрін рызыққа толтырып қойды. Соған сен құлшылық жасап жатсың. Ары қарай Құдай тағала саған дүниені ашу үшін сен еңбек етуің керексің. Егін жинау үшін жер жыртуың керексің, өңдеуің керексің, ғылым болу үшін технологиямен айналысуың керексің. Ол да Құдайдың құдіреті. Табиғаттың бәрі Құдайдың жаратылысы, үлкен Құран деп аталады. Сондықтан да мына нәрсеге біз аулақ болуымыз керек. Жастар жаңағы діндар болып мешіттен шықпаса, біздің мемлекетіміз гүл болады деп. Шын мәнісінде кейбір кездерде осы догматикалық жаққа да орнып жатқан фаталистік жағдайымыз бар. Өйткені қарасаңыз қазір ислам әлемінде 57 мемлекеттің жаңағы сыртқа экспорттайтын технологиялық өнімі 2%-ға да жетпейді. Бұл деген не деген сөз? Біз сонда Құдай бізді жақсы көреді екен, біз осылай. Жоқ, бұл жерде Құдайдың жақсы көруде сіз еңбек етсеңіз, Құдай соның ішін сақтап қойған. Кім еңбек етеді, Құдайдың жаратылысын табады. Мынаны тапқан адам, мынау жаңа біз жетіп жатқан технология. Кім басын істетеді, Құдай бұған беріп қойған. Жаратылыс бар, ауаны жаратқан, бүкіл технология. Сен ойлан тап, Құдайдың нығметін пайдалан. Бірақ біз неге оны пайдаланбаймыз? Біз өйткені жаңағы Құдаймен есепке түсіп алғанбыз. Мен намаз оқимын, проблемамды шешіп бересің. Бала шағам аман болсын деп намаз оқып жүрмін, болмаса жаңағы білмеймін ғой, өмірде қиыншылық болмасын, басыма бірдеңе ұрынбасын, Құдай төбемнен ұрмасын деп ораза ұстап жүрмін деген. Ол Құдаймен саудаласу. Шын мәнісінде мен Құдай ешқандай менің құлшылығыма мұқтаж емес. Мен керісінше соған өзім мұқтажмын. Не үшін? Өзімді адам ретінде ұстап жүру үшін. Жаңа шектен шығып кетпес үшін, шүкіршілік үшін. Сондықтан осы нәрселердің ара-жігін ажыратып жастарға түсіндірсе, жастар түсінеді. Дұрыс, иманды бол, бірақ мықты физик иманды бол. Мықты дәрігер иманды дәрігер бол. Мықты дәрігер иманды инженер бол. Мықты иманды архитектор бол. Мықты жаңағы мемлекетті құр. Оған жемқорлыққа барма. Ол үшін сен Құдайдан қорқуың керексің. Ол сізге параллельно жүре беретін құндылық. Сол үшін мен тек қана діндар болсам, Құдай маған проблема шешіп береді деп отырған, ол дұрыс болмайды. Сондықтан да осы нәрсені біз жастардың санасына беріп отыруымыз керек. Өйткені ғылым да Құдайдың жаратқан дүниесі. Ғылым да Құдайдың берген нығметі. Кім басын істетеді, Құдай соған береді. Сондықтан да біз соны параллель алып жүретін болсақ, жаңағы кейбіреулердің мына мұсылмандар кері қалған, артта қалған, тек қана жаңа догматикамен сондай дүниелерге біз жауап беруіміз керек. Яғни мықты, біз бір мықты танымал ғалым ислам дінін қабылдасақ, шапкамызды лақтырып қуанамыз. Ойбай бәленше деген боксер болмаса бәленшедегі ғалым исламды көрдің ба, ислам керемет. Сол ислам кереметінде біз жүрміз ғой туғаннан бері. Неге сен мықты ғалым болмайсың? Сондықтан да осы нәрселерді жастарға айта түсіндіре жүру керек, мешітте де, уағызда да. Пайғамбар айтады, ең жақсы адам адамдарға пайдалы болған адам. Мысалы қазір қаншама адамға пайдалы дүние жасаңыз, жақсылық жасаңыз, жақсы нәрсе ойлап табыңыз, жақсы бір приложение қосымша ойлап табыңыз, жетістік ойлап табыңыз, технология ойлап табыңыз, адамға соның сауабының өзі сіздің мыңдаған оразаңыздан артық болуы мүмкін. Сондықтан да осы нәрсені параллель алып жүру деген дүниені біз үнемі насихаттап отырсақ,